Ассаламағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Бүгін міне Ұран жобасы өзінің жұмысын одан әрі жалғастырады. Бізде бүгін қонақта Жайық пресс медиа холдингі бас директорының орынбасары, журналист, блогер, саяхатшы, айта берсе көп, Нұрлыбек Рахманов. Қош келдіңіз. Рахмет. Нұрлыбек Рахманов десе, біздер үнемі киікті осы журналистика саласындағы жаңағы енгізіліп жатырған жаңа үрдістерді дамытып жүрген азаматты елестете аламыз. Жуырда ғана енді көп болған жоқ, үлкен лауазымды қызметке тағайындалып жатсыз, құтты болсын. Енді мына 28 маусым өзіңіз білесіз, журналистер күні келе жатыр. Бұл енді 4-ші билік дейміз, қоғамдық пікір қалыптастыратын күш дейміз. Жалпы мына қазақ журналистикасының қазіргі даму үрдісіне сіздің көңіліңіз тола ма? Ең бірінші сұрақты осыдан бастайын. Журналист ретінде ең негізгісі енді лауазымды қызметтерден бөлек сіз журналистсіз ғой. Халықтың мұңын айтатын бұқара мен биліктің арасындағы көпір деп жатамыз көп жағдайда. Ең бірінші сауал осы қазақ журналистикасының дәл қазіргі жай-күйі көңіліңізден шыға ма? Әлі де болса нені жетілдіруіміз керек? Осыдан бастайық. Енді қазақ журналистикасы осы әлемдегі үрдістерден қалмай, сол заман ағымымен дамып келе жатыр. Енді қазір сандық технологияның жедел дамуына байланысты журналистикаға да көптеген өзгерістер еніп жатыр. Сондықтан журналистиканы бір әлем журналистикасынан қазақ журналистикасы қалып келе жатыр, не дамымай жатыр деп айта алмаймыз. Бізде үздік тәжірибенің бәрін пайдаланып жатыр әріптестер. Енді бұрынғы дәстүрлі медиа осы жаңа технологияның бәрін жайлап біртіндеп енгізіп жатыр деп санаймын өзіміз. Мысалы, оған дәлел ретінде, мысалы қазір дәстүрлі медиа деп енді газет, радио, телевидение айтамыз ғой. Мысалы қазір газеттердің өзінің сайты бар, икемделу. Радиолардың мобильді қосымшасы бар. Ал телевидениялар интернет телевидениеға айналды, телеарналар. Яғни біз заман ағымынан қалмай сандық технологияға икемделіп жаңа медиаға ауысып жатыр. Газетте PDF нұсқасы мысалы көп жағдайда оқылып жатады, мысалы қазіргі электронды кітаптар сияқты. Ал мына қанша заман ағымынан үрдістен қалмай жатырық десек те, біздер көп жағдайда жаңағы контентті көшіру үрдісі бар. Мысалға, батыстық жобалардың бір көшірмесін әкеліп, республикалық ұлттық телеарналарға тықпалаймыз. Я болмаса басқа да жобаларды, мысалы түріктердің жобаларын әкеліп, біздің қазақ телевидениесіне жаңағы көрсетіп жатамыз. Қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы мына өз төленімізді дамыту, мәдениетпен байланыстыру, ұштастыру мүмкіндігі аз ба әлде? Енді қазіргі заманда бір нәрсені жаңадан ойлап табу қиын деп ойлаймын. Жалпы жаңа деген нәрсе, ол жаңартылған бұрынғы ескі нәрсе деп өзім қабылдаймын. Мысалы, сән де солай ғой, адамның бұрынғылар қайтып келіп жатады. Сол сияқты бізде журналистикада да кейбір пайдаланылмай, қолданылмай жүрген әдіс тәсілдерді қайтадан жаңартып, бір жаңалық сияқты қылып шығарып жатамыз. Орыстардың все, что новое, все забытое, старое дегеніне келеді дейсіз ғой. Енді мына заман ағымына сай журналистердің жұмысы кәдімгідей соңғы 10 жылда жеңілдетті деп санаймын. Мысалы, мен өзім еңбек жолымды ең бірінші газеттен бастадым журналистикадағы. Ол кезде қалай еді? Бірінші жиналыстарға барамыз, диктофонға жазып аламыз. Ол диктофонда 1 сағат жаңағы аудиозапись тұрады. Оны тыңдайсыз, басынан аяғына. Жаңағы іс-шара аяқталып, бәрі еркінсіп тарап атқан кезде журналист жұмысы енді басталып жатады. Жаңағы келесің, жаңағы аудионы тыңдап отырып, 1 сағатты сен оны тыңдаған кезде, теріп өткен кезде 2 сағат уақытың кетеді. Қорытып, оны талдау керек. Қазір енді мына технология дамып жатыр. Мысалы, бұрын сөмке толы журналисттің құралын, мысалы ноутбук, диктофон, фотоаппарат, блокнот, бүткіл құжаты, жаңағы жүретін әмиян, соның бәрін мысалы қазір бір ғана смартфонға икемдеп тастадық. Енді қазір жасанды интеллект келді,
былтыр мен сол арнайы Алматыға барып сол тренингтерге қатысып оқығам. Жиі баратыныңызды білеміз сондай жерге. Жасанды интеллекттің өзім мысалы 60 шақты түрін білем. Жаңағы айтып отқан мысалы аудионы мәтінге әп-сәтте айналдырып беретін қазір қосымшалар пайда болды. Жаңа конверторлар дейміз. Мысалы 1 сағаттық аудиоң болсын, видеоң болсын, соны әп-сәтте мәтінге айналдырып береді. Яғни ол әрине кішкене қателер болады, бірақ өңдеп аласың. Сол сияқты жасанды интеллектті пайдаланып, мысалы бұрынғыдай дизайнерге жүктеп тастап, коллаждар жасатып отырудың да біртіндеп күн тәртібіне түсіп келе жатыр. Мысалы жасанды интеллектке қазір фото жасатуға болады, коллаж жасатуға болады, мәтін жаздырып алуға болады, сценарий жаздырып алуға болады. Енді тек журналистер соның бәрін жаңа технологияны игеріп жұмысқа пайдаланса болды. Ал енді сол игеріп жатқандар жаңа мүмкіндіктерді жібермей, соны пайдаланып іске асырып жатқандар меніңше аз сияқты. Бұрынғы мәтін, бұрынғы сарынға салатындар бар ғой. Бар ғой енді журналист, әр журналист өзі түсіну керек. Сала сондай, күн сайын өзіңді жетілдіріп дамытып отырмасаң, уақыт ілесе алмай қаласың, ағымға ілесе алмай қаласың. Журналистикада солай. Жаңа айтып отқан дәстүрлі медиамыз, газетіміз, радиомыз, телеарналарымыз сол жаңалықтың бәрін тілші сияқты өз жұмысына енгізіп отырмаса, оқырманнан, көрерменнен, тыңдарманнан айырылып қалады. Себебі бәсекелестік қатты. Контент қызықты болу керек. Икемделу керек заманға. Мысалы, кейбір адамдар болады, жоқ бізде ереже былай, бұрыннан кеткен нәрсе деп қатып қалған бір теорияға сүйеніп алып отырса, олай отыратын болсаң, онда уақыт ағымына сен өзің ілесе алмай қаласың. Ал енді мына өзің облыстық үлкен медиа қара шаңырақтың орынбасарысың, басшысының орынбасары. Екі бірдей газет бар. Бір ғасырдан астам тарихы бар. Қазір көп жағдайда айтады, мына медиа саласы дамып жатыр, көбі видео контентқа кетіп жатыр, басқасы қысқа видеоларға көшіп жатыр. Газеттер оқылмай жатыр. Тіпті газет өз алдына телеарналар қаралмайды дегенде пайым пікірлер бар. Мына газетті қалай оқытып жатсыздар? Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бұрынғы сарынмен тек подписка болса болды, жаздырып алсақ болды, жаңа мұғалімдердің барлығы жаздыру деген сияқты бір үрдістер бір кездер болды ғой, қазір жоқ ау деймін. Қызығушылықты қалай арттырамыз газетке деген? Бірақ газетте керек қой, солай ғой. Енді оқу мәдениеті деген бұрында жақсы болды. Мысалы, адамдар кітапты қалай оқыса, газетті де солай оқыды. Енді бір адамдар айтады, жаңа газет оқылмайды, қалады. Кітап оқылмайды деп айтатын адамдар, олар өздері оқымайтын адамдар деп түсінемін. Енді мысалы, жаңа айтып жатырмық, PDF вариантты біздер онлайн жазылымға шығарып көрдік бір кездері. Бірақ оның сұранысы азайғасын біз тоқтаттық. Бәрібір оқырмандардан естігенім, газеттің PDF вариантын оқығаннан гөрі қағазды қолыңа ұстап, бояудың өзінің иісін сезініп оқығанын бөлек дейді. Кітап сияқты ғой. Мысалы, электронды кітапты да көп адам оқи алмайды. Сол сияқты газеттің бәрібір оқырманы болады. Қанша ғасыр, мысалы, ғасыр жалғасып келе жатқан ол үрдіс үзілмейді дейсіз ғой, Үзілмейді. Себебі оны әлемдік үрдіс көрсетіп отыр. Дамыған елдердің бәрінде газеттер әлі өзекті. Сол сияқты телеарнаның да өзінің көрермені болады. Радионың да бәрібір өзінің көрермені болады. Бұның бәрі тек ақпаратты жеткізу форматы. Әдісі бөлек болды. Әр адам әдіс форматты өзіне таңдай алады. Енді бірақ жаңа өзінің сұрағыңыз айтып өткендей, бір ізге түсіп алып, сол соқпақпен жүре бермей, заманға лай өзгеріп отыру керек деп санаймын. Мысалы, мен өз басым газеттердің сараптамалық, талдау, шолу, танымдық материалдардың, тарихи материалдардың, адамдарға күнделікті қажет материалдардың көбірек басылғанын қалаймын газеттерде. Сонда ғана біздер, мысалы, оқырманға 2-3 күннен кейін қолына жетсе газет, тіпті одан да көп уақыттан кейін жетсе де, құнын жоймайтындай. Бұрында адамдар тігінді қылып газет тігіп жүріп оқыды ғой. Себебі ананың қайтып айналып келіп іздеп оқитын нәрселер болды. Ғылыми жұмыстарға пайдаланады. Сол сияқты сондай деңгейге біз қайтадан келуіміз керек деп санаймын. Адамдар газеттен
қанша уақыт өтсе де бір құнды нәрсені табатындай газеттің сапасын солай көтеруіміз керек. Ал ақпараттарды адамдар көбінесе сайттан оқып алатын қылып форматын жайлап өзгертеді. Біз соған қарай келе жатырмыз. Яғни әркелкілік. Жақында Шыңғыс Мұқан деген азамат бар, әлеуметтік желінің пайдаланушы, кезінде шенеунік болған. Жайық престі басқарды біздің бірге. Иә, Жайық престі де басқарды айтпақшы. Сол кісі салыпты бір Жапонның елінде деймін, қателеспесем, автобустың ішінде балалар оқып отыр, кітап оқып отыр. Метрода бәрі кітап оқып. Жалпы кітап оқуға деген, газет оқуға, журнал оқуға деген құлшынысты арттыру үшін тағы да не істеуіміз керек? Мысалға қарап отырсаңыз, сол Жапонияда технология өте қатты дамыған. Бізден енді асып түседі деп айтсақ, енді қателеспейтін шығармыз. Көліктің бары солардан келіп жатыр, басқасы деген сияқты. Бірақ олардың балаларының кітапқа деген құлшынысы бөлек. Бұл жерде бір бәлкім ереже керек, болар қаттылау, тәртіп керек пе? Қазір балалар кітап оқымайды ғой, шыны керек. Енді ол мына жалпы қоғамның бағыты деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Енді оны бір ережеге сай, бір заңға сай тәртіп беріп оқыту қиын шығар. Ол енді мен айтар едім, мына сөз бар ғой, оқуды тоқтатқан адам ойлануды тоқтатады деп. Олардың сол тәрбиесінде бар. Себебі ол балалар неге оқып отыр? Олар әке-шешесінің оқығанын көреді. Мысалы, әр адам үйіне келіп, белгілі бір уақыт, кешке ме, бос уақытын кітап оқуға арнайтын болса, бала соны көріп өсетін болса, және балаға оқуға жағдай жасасаң, қызықты кітаптар алып беріп, кітапханаға барып тіркеп, қолына жетектеп көрсетсең, ол бала бір ізге түсірсе, ол балалар оқып кетеді. Өз балаларыңыз солай тәрбиелеп жатсыз ба? Балам оқиды, балам да қызым да оқиды. Енді одан кейін бірақ қызығушылық сезесіз бе олардың тарапынан? Қызығушылықты сезем. Олар кішкентай кезінде мен қалалық кітапханаға барып өзім жетектеп тіркеткен. Енді бала қазір жеткіншек, мына жаңадан шығып жатқан кітаптарға қызығады. Сатып алып беріп отырам. Жаңа айтқан форматтары бөлек, ақпарат беру. Бұрынғы кітаптар, мысалға, ауыр кітаптарды да бере алмайсың ғой дәл қазір енді, жайлап үйренуге. Мысалы, өзім оқушы кезімде, ауылдастарым біледі, ауылдық кітапханадағы балалар бөлімін өзім оқып тауысқам. Себебі бізде қалай болды? Мысалы, көбінесе 90-шы жылдары жарық жоқ. Ол кезде қазіргідей телефон, теледидардың өзі, телеарна да бізде шекаралы аймақта тұрады. Мысалы, көбінесе ресейлік арналар болды. Біздер сол кітаппен сусындап өстік. Себебі біздерге балаға ойлаймын, уақытты бір жақсы, тиімді, пайдалы өткізетін басқа әдіс болмаған сияқты. Сондықтан біздер сол кітапқа, біз сондықтан сол кітаппен өстік. Енді жағдай сондай болды дейсіз, жағдай солай болды. Сол бізге сіңіп қалды. Мысалы, мен қалаға келіп студент болған кезде де кітапханаларға барып, қазіргі қазақ прозасы деген полкілерді тауысқам. Енді қазіргі бірақ заманның балалары талап басқаша олар. Ол біздердің кезіндегі ескі классиктердің, біз оқыған ескі классиктердің шығармалары оларды көп қызықтырмайтынын байқаймын. Себебі қазір шынымен де адамдар уақытты үнемдейді қазіргі адамдар. Мысалы, бізде қалай еді, бұрынғы ескі әдеби шығармаларда көбінесе сипаттау, суреттеу, табиғатты сипаттап, біраз жерде айналып келеді еді ғой. Қазір ондай емес, балалар өзіне керегін біледі, балалар қазір нақты. Және қазір кітаптар өзгерді ғой, салалық кітаптар пайда болды. Сол сала бойынша ізденіп оқиды. Сіздің әкеңіз де ұстаз, солай ма? Иә. Қателеспесем. Әке-шешем де. Бәлкім сол әкеңіздің кітапқа деген құштарлығы, әкеңіздің ұстаздық еткені, сол да әсер еткен болар. Мысалға, көп жағдайда жаңа әкеге бала қарап өседі. Енді әкең мысалға тракторшы болса, қырманда жүретін болса, үнемі сенің де қызығушылығың техникаға ауысуы мүмкін деген сияқты. Бұл да бір үлкен психологиялық тұрғыдан қарағанда тәрбиенің маңыздылығы сода ғой. Әрине, менің әке-шешем кітап жинаған кісілер. Көрдіңіз бе? Ол да сізге әсерін тигізіп тұр ғой. Әрине. Енді балаңыз да атасының жолын қуып, сізден де мықты асып түсетіндей дәрежеге жетсін деген тілек айтам. Аман болайық. Ендігі кезекте мына айтамыз ғой, баспасөз тарихы бізде өңірде жақсы зерттелді бір кездері. Өзіңіз қызмет етіп жатырған газеттің
тарихын ашып, жақсы фильмдер, жақсы деректер шығарды. Былай қарап тұрсаңыз, ең бірінші рет Қазақстан деген атауды ресми пайдаланған осы Орал өңірінің бастауында тұрған Қазақстан газеті екенін де білеміз, Ғұмар Қараштар шығарған. Мына әлі де болса баспасөз тарихын зерттеу қажеттілігі бар ма біздің өңірде? Мысалға мен бір жерден оқып қалдым, бұл енді басқа салаға сәл ойыса кететін болармыз. Ең бірінші мектепті Ыбырай Алтынсариннен бұрын Жаңгырхан ұйымдастырды деген ақпарат. Мысалға сондай бір қызық деректер неге бізде мына орталық ақпараттың қайнап ататын қазанына көп жағдайда сояқтан еспейді. Бірінші деген кезде енді ол қашанда жақсы нәрсе ғой, ақпараттың өзін бірінші бергеннің өзі үлкен жаңағы рейтингті, беделді көтереді. Ал бізде әлі де болса зерттелмей жатқан тұстар бар ма баспасөз саласында? Бар, әрине бар. Біз 20 ғасырдың басындағы алғашқы газеттерді зерттедік қой. Қазыбек Құттымұратұлы, Жантас Нәбилұлы, сол кісілер баспасөз зерттеу орталығы деп ашып. Басындағы біраз газеттер зерттелді, енді қазір мен білуімше кеңестік кезеңдегі газеттерге келген сияқты. Енді ары қарай оны... Бұл енді латынға көшкен уақыт, латыннан кириллицаға көшкен уақыттар ғой, Енді ол кеңестік кезеңдегі газетте де өңірдің тарихы тұнып тұр. Зерттеп біз жаңа қажет ақпараттарымызды, қызықты ақпараттар, пайдалы ақпараттар оның ішінде өте көп деп ойлаймын. Енді оған бір сол қызығатын, уақытын арнайтын жаңағы әріптестер қажет оған. Тапшы ма? Әрине тапшы. Енді мына тарихтан біздің қазіргі уақытқа ойысайық. Өзіңіз білесіз, кеше ғана президент масс-медиа туралы заң қабылдады, қол қойды. Журналистер қауымы үшін енді мереке қарсаңында бір қуанышты жаңалықтардың бірі болды деп есептеймін, бірақ ішінде де әлі де болса шикі тұстарын да айтып жатқан азаматтар бар, осы қаламгерлер. Жалпы мына көңіліңізден шықты ма осы масс-медиаға қатысты заңның кейбір тармақтар бәлкім көңіліңізден шықпайтын да шығар, соны ашып айтайықшы, сіз журналистсіз ғой бұл жерде. Бұл заң ұзақ талқыланды, мен қадағалап отырдым. Енді былтыр медианың өзін бақылау комитеті деген бар, соған сайланғам, дауыс беріп, қоғамдық ұйым ретінде мені сайлаған. Сондағы әріптестеріміз үнемі ортамызға тастап отты. Сол заңдағы қаралатын тұстарды, шикі тұстарды. Енді өзім байқауымша өкінішке қарай біздің журналистер қауымы ол заңның талқылауына аса қатты белсенді араласа қойған жоқ. Яғни шенеуніктердің деңгейінде шешілген. Бірақ ішінде бір 50 шақты мен білетін белсенді журналист осы заңға үлес қосты. Енді жұмыс тобы құрылды. Алгоритм былай болды. Жұмыс тобы журналистер тікелей барып ұсыныс айта алмайды. Ол журналистер заң талқыланып жатқанда онлайн қарап отырады да, сол заңға араласа алатын мәжіліс депутаттарына ұсыныстарын беріп отырады. Біраз өзгерістерді енгізді, кейбір журналистің құқығын шектейді деген тұстар алынып тасталды. Енді заңның өзіне тоқтала кетсек, мысалы баққа талап қою мерзімі деген енгізілді. Бұл жаңағы 1 жыл, бұрын ондай мүлдем болған жоқ. Бұл не үшін түсіндіре кетсек, мысалы бұрын қалай болды? Менің 10 жыл бұрынғы мақалама бір адам келіп талап қоя алатын еді. Мысалы менің іскерлік беделіме нұқсан келтіріп, шағым түсіре алады. Сотқа да беріледі. Сотқа бере алады. Ондай мерзім болған жоқ бізде. Яғни құқығы болды. 10 жыл бұрынғы материалды қозғаса, ал бірақ журналист өз-өзін ол сәтте қорғай алмай қалуы мүмкін. Себебі 10 жыл бұрынғы мақалаңның фактілері қолында болмауы мүмкін, аудиосы, дәлелі, диктофонның жазбалары деген сияқты сенде сақталмайтын, анық. Сол кезде журналистер өз-өзін қорғай алмай қалатын еді. Қазіргі мына жаңа заңда 1 жыл деп енгізді. Негізі 3 жыл деген жаңа жұмыс тобы талап ете отырып 1 жыл деп енгізді. Ол 1 жылдың ішінде кез келген адам жаңағы
өзінің талап арызын беріп үлгереді дегенде. Ол осыны құптаймыз енді. Яғни бір жылдың ішіндегі шығарған материалдардың, ақпараттарын өзінің жаңағы бір сақтайтын орнына сақтап, ол ертең қандай да бір мәселе шыққан кезде өзін өзі қорғай алатын мүмкіндік дейсіз. Даулы материалдар. Сосын мысалға мына бақтың сұратуларын қарау мерзімі 7 күннен 5 жұмыс күніне дейін қысқарды. Бұл көп емес пе тым? Әлі де болса біздер қазір ақпараттың секунд, минут сайын ауысып тұратынын білеміз. Ақпарат алдыру, мемлекеттік мекемелерден алдыру, әсіресе мына прокуратура, тәртіп сақшыларынан алдыру өте қиын. Себебі жаңағы қылмыстың анық-қанығын білмейінше ақпарат бермейміз деген сияқты бір өздеріне олардікі де дұрыс болар бір заңды шеңберде, бірақ қазір енді журналистер ақпаратты жедел алу керек сияқты, себебі адамдарда да дұрыс түсінік қалыптаспай қалады. Егер көпке дейін мысалға комментарий, жақсы жаңағы пікір, интервьюлар болмаса. Енді бұл заңда бұрынғы бақ туралы заңда да болған, жаңағы ресми хабарлар деген бөлім бар. Ресми хабарларға, ресми мәлімдемелерге 2 күннің ішінде жауап беру міндет қазір заң бойынша. Ол жаңағы билік өкілдерінің ауызша, жазбаша, электронды түрде айтқан мәлімдемелері. Соған қатысты біздер 2 күннің ішінде сұрау салып жауап алуымызға болады. Бұл енді шұғыл ақпараттар кезінде. Бірақ практикада бәрібір созылып жатады. Ал жаңағы 7 күннен 5 күнге қысқарғанмен бәрібір ол заңда көрсетілген, егер сараптауды қажет ететін сауалдар болса, журналистке 2 күннің ішінде ескерте отырып 15 күнге дейін созалады. Және бұл 5 күн дегеніміз жұмыс күні. Жұмыс күні. Онда ескеру керек. Демалыс есептелмейді. Солай ғой. Ал енді жақсы, бұл біртіндеп жайлап түзелетінде болар, әлі де болса бір шекі тұстар жетілетінде уақыт керек болар бір жағынан. Ал енді мына ұлттық телерадио хабарларын тарату мүддесін қорғау мақсатында мемлекеттік тілдегі отандық телерадио бағдарламалардың апта сайынғы көлемі 50%-дан 60%-ға дейін ұлғайтылды дейді. Бұл енді тіл жанашырлары үшін, ұлттық мүдде үшін күресіп жүрген адамдар үшін жақсы жаңалық, бірақ әлі де аздау емес пе деген. Бұның өзі жаңа заңда көрсетілген кезең-кезеңмен 2027 жылы деп айтылған жаңағы өзгерістер. Әрине қазақ тілінде ақпарат көп болғанын қалаймыз, себебі енді қазақ ұлты қазір мемлекетімізде 80%-ға жетті. Сондықтан осыны ескеру керек деп санаймын. Енді бәрібір орыс тілді халқымыз бар. Бізде көбінесе аударма болып кетеді ғой. Мысалы, жаңалық оқылады, артынан дәл соның орысшасы оқылады. Хабарларда солай көбінесе аударма болып кетеді. Сюжеттерде тап сол мәтінде орысша түрінде шығады. Енді менің ойымша отандастарымыз қазір көбі қазақша түсінеді. Мұндай өзгерістерді нақты бір зерттеу жасап, әлеуметтік қанша халық қазақ тілін мемлекеттік тілде меңгерген, соған сай өзгертуге батыл болады деп өзім санаймын. Рахмет. Енді жаңа біздер білеміз, осы бағдарламамыздың базында да айтып өттік, шетелден келген контенттерді көшіру жұмыстары қарқынмен жүріп жатыр. Соның ішінде ұлтқа да пайдасы жоқ, идеологияға да пайдасы жоқ, керісінше зиян келтіретін хабарлар, жобалар өте көп пайда болып жатыр. Енді бұл заңда айтылған жаңағы отандық телерадио арналарда шетелдік телерадио бағдарламаларын ретрансляциялау көлемі 20%-дан 10%-ға төмендеді деп. Сол бағдарламалар ішіне кіреді ме екен, қысқарады деп ойлайсыз ба мысалға? Қаншалықты зиян жалпы батыстың мәдениетін бізге тықпалаудың? Бізде енді көрші елдің телеарналары бар, көбінесе бұрындары қалай болды? Осы әйтеуір қазақша болу керек деп, күндіз орыс тілінде қойып, қазақ тілін бір түнде қойып қарамайтын уақытта бір сондай кезеңдер болды ғой. Енді бұл тілге қатысты. Ал енді мына шетелдік телеарналардың, біздің телеарналардың тізімінде жүруіне, мысалы, өз басым мен қарсымын. Себебі оған қандай уәжім бар? Мысалы, қазір
кез келген адам ғаламтор пайдаланушы егер шетелдік телеарнаны қарайтын болса, ол смартфонынан және қазіргі әрбір теледидар интернетке шығу мүмкіндігі бар. Шетелдік өзі қалаған шетелдік арнасын былай да қарай алады. Сондықтан біздің өзіміздің отандық өнімдерге ол мейлі 20-10% болсын, оның өзі кәдімгі үлкен көлем. Бар нәрсе. Және де прайм-тайм уақыттарда қойылады. Адам көп қарайтын. Оны да ескеру керек. Бұны ескеру керек, иә. Менің ойымша, мүлдем алып тастаса да болады жаңағы. Шетелдік телеарналарды мейлі қай тілде болсын, кез келген адамның қазір ғаламтордан қарауға мүмкіндігі бар. Сондықтан әр ел толықтай 100% өзінің өнімін ұсыну керек деп санаймын. Жақсы. Дәл қазіргі қоғамда ең негізгі мәселелердің бірі болып отырған блогердің бәрі журналист болып кетті. Журналист болып кетті дегенде өз-өзін журналист ұстайды, сұрақ қойып, сұхбат алуға құқылы, кабинетке баса көктеп кіріп келетіндей жаңағы жағдайға жетті. Әлде өзіміз жеткізіп отырмыз ба? Бұл қаншалықты қажеттілігі бар? Қолына смартфон ұстағанның барлығын журналист деп айта беруге болмайтын шығар. Бір журналистің де бір, мысалға, қазір тәртіп сақшысын бір жерге алып келіп, ол тәртіп сақшысы болмаса да біреуді келіп тексере алмайды ғой, мысалға, сен құжатыңды көрсет, я болмаса мына жерде сен заң бұзып тұрсың деп айта алмайды. Себебі ода бір құзырет бар. Осы журналистердің бір өзіне тән құзыреттілігі болу шарт деп есептейсіз бе? Мысалға, қазір журналистер күні журналистикаға қатысы жоқ адамдарды марапаттау, блогерлері бар, басқасы. Кейбір жағдайда қорыққан, үріккен журналистердің, блогерлердің ықпалынан сескенетінде мемлекеттік органдар бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді блогерлердің көп оқылуы, танымал болуы, мына ақпараттың тез тарауына тікелей қатысты деп санаймын. Себебі блогерде редактор жоқ. Ол барды, түсірді, бірден жариялап жібереді. Ода жауапкершілікте жоқ қой. Иә, әрине. Оның артында сол тұр. Ал мына дәстүрлі медиа, жалпы журналистика, журналист барады, ол оның жасаған өнімін әртүрлі тексерістерден өтеді. Бөлім редактор қарайды, бас редактордың орынбасары қарайды деген сияқты редактурадан өтеді, яғни бір сөзбен айтқанда. Бұл кішкене уақыт алады. Сосын сұрыпталады, сарапталады. Және телеарналарда сетка деген бар. Мысалы, газетте өзінің мына нөмірге сыймайды, келесі нөмірге кететін материалдар болады. Медиа жоспар болады. Сол журналистер блогерлерден сол жылдамдық жағынан қалып қойып жатыр. Ұтылады. Жылдамдық жағынан ұтылады. Бірақ журналистер тексерілген сенімді ақпарат таратады. Осы халық осыны түсіну керек. Бірақ жұрттың бәрі журналистке сеніп жатыр деп айта алмаймыз ғой. Сол блогерлердің шығарғанын шын көреді. Мысалға, біреуді жерден алып жерге салуы мүмкін, ақыр соңында қарағанда ол адам кінәлі емес болып шығуы мүмкін. Я болмаса біреуді келіп асыра сілтеп мақтауы мүмкін, ақыр соңында ол бір алаяқ болып шығуы мүмкін. Бұл осы неге қадағаланбайды бізде? Енді бұрын қалай болды? Бұрын мүлдем жауапкершілік жоқ болды. Әлеуметтік желіде де, мысалы, есіңізде болса, мысалы, 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын ба, сайттардағы комментарийге сол сайттың редакциясы жауап бермейтін еді. Яғни, сырттан келген пікір деп. Бұрын шағын ақпарат салып жібереді, ал жаңағы әңгіме комментарийде гулеп жататын еді. Жаңағы оның ішінде дәлелі бары бар, біреудің жала жабуы да бар, бәрі қайнап жатады. Оған жауапкершілікті ешкім алмайтын еді. Енді біртіндеп осыған жауапкершілікті енгізді. Қазір қарасаңыз, сайттарда мүлдем комментарий жоқ. Яғни редакциялардың сол комментарийді, талқыны қолдан өздері ұйымдастырғанын біз түсіндік. Оқырман бұрын материалды емес, сол комментарийді оқу үшін кіретін сайттар болды. Сол ғой, ақпараттың өзіне көңіл бөлмейсің, ана жерде кім не деп жатыр, соны қарағанды жөн санап кетті. Енді мына былтыр елімізде онлайн платформалар және онлайн жарнама деген заң қабылданды. Заңды шыққан бойда оқып шықтым. Оның ішінде өте көп нәрсе қамтылған. Бірақ өкінішке орай біздің әріптестеріміз, журналистер, ол заңның ішінде не бар, соны халыққа көп түсіндірген жоқ. Бәрі де бір ауыздан
блогерлерге салық салайын деп жатыр деген ішіндегі бір бөлімін үзіп алды да, бәрі бірінен бір көшіріп, копипаст қой бізде. Біреу ақпарат жазса, соның сайттар бәрі бір-біріне көшіріп басып кетеді. Ал сараптама аз. Сол заңның ішінде осы блогерлер айтылған, реттелген. Ол заң бойынша 100 мыңнан артық подписчигі, оқырманы бар адам ресми өкілін тағайындау міндетті. Себебі қалай болды? Бұрын миллиондаған оқырманы бар парақшалар тұрады. Оның артында кім тұрған ешкім білмейді. Олар жауапкершілікті алмайды. Жалпы онлайн контентке қатысты арыз, шағым, сот өте қиын өтетін еді. Себебі жауапкершілікті біреу мойнына нақты іліп алмайтын еді. Дәлел келтіру қиын. Мына заң бойынша 100 мыңнан аса, енді 100 мың дегеннің өзі енді сарапшылар анықтап алған шығар. Ол белгілі бір қоғамдық пікірге әсер ететін аудитория деп санаған шығар. Енді ары қарай реттеледі. Жаңағы салық та солай. Жаңағы жауапкершілік болатын болса, неге бұл онлайн жарнама? Бізде қалай болды? Бұрын блогерлер, тіпті семейде бар, ішінде бақта бар, жарнаманы жарнама деп айтпайтын еді. Басқаша келтіреді. Ақысы төленген белгілі бір посттарды, мақала, сюжеттерді жариялап жібереді. Рестораннан тамақ ішкенін көрсетеді. Жариялап жібереді. Ал халық оны шын деп қабылдайды. Жаңағы айтылып жатқан нәрсені, оның жасырын жарнама екенін түсінбей қалады. Ал қазіргі ереже бойынша, заңның талабы бойынша ақыл екенін көрсету керек. Ол ашықтық, жаңағы оқырманның алдында есептілік. Ол нағыз мына медиа этиканың ережесі. Яғни ақпарат, пост ақылы деп жазылатын болса, оқырманда таңдау бар. Мынау ақшасы төленген ақпарат. Бұған сенуіне де, сенбеуіне де өзі ары қарай таңдауы бар өзінің. Біртіндеп осылай мына онлайн платформалардың қазіргі аяғы алысы реттеліп келе жатыр. Оның ішінде бұрын жасөспірімдер балаларға қатысты көптеген олардың жасын ескермей ақпарат беру болатын еді. Мына есірткі, тағы да осындай не дейміз? Ойын. Лудомания басқасы бар. Сосын ставка тігу не дейді? Ставка тігуді құмар ойын дейді. Мына құмар ойындарға қатысты жарнамалар барлығы араласып жүретін еді. Ешкім реттемейтін еді. Енді осы заң көп нәрсені реттейді. Жаңа салық та соның ішінде бар. Яғни менің түсінігімде блогер сол блог арқылы ақша тауып отырған болса, неге салығын төлемеске? Барлық дамыған елдерде блогерді кәсіпкер санайды. Ол да бір кәсіп, ол да бір пайда табудың жолы. Қазірде біздің елде де кәсіптің түріне айналды. Бірақ оны ешкім салық салып, оны қызығын өздері көріп отыр. Есебі жоқ болатын еді. Бұның бәрі біртіндеп осы біздің ақпарат саласын реттейді деп ойлаймын. Себебі масс-медиа туралы заңда да сол онлайн платформалар, онлайн жарнама туралы заңға сілтеме жасайды. Көбі себебі сол заңда реттелген. Ол былтыр қабылданды. Ал енді әлеуметтік желілерде өзін блогермін деп таныстыратындардың көп жағдайда жаңағы біреудің жеке басына тиісу, ғайбаттау, я болмаса бір ар-намысына нұқсан келтіретіндей сөздер жазу қаншалықты қазір заңмен бақылану керек, қадағалану керек деп ойлайсыз? Мысалға қазір адам отырады да бір Фейсбукта 4-5 мың достары бар, бүкіл елге жаңағы қаралауы мүмкін. Дәлелсіз, дәйексіз бағана айтқан. Енді журналист емес, одан ертең сұрамаймыз. Осы құқықтық негіздемені қалай қалыптастырамыз, қаншалықты жауапкершілік болу керек деп есептейсіз? Бұны енді заңмен қадағалап отыру қиын. Сол ғой, оңай емес. Оңай емес, ол тіпті қажетті жоқ шығар, мүмкін. Себебі әр адам өзінің құқығын қорғау керек. Оны сырттан біреу қадағалап келіп қорғап бере алмайды. Мысалы, бізде қалай көбінесе біреу ғайбат сөз айта ма, жала жаба ма, елдің алдында қорлап жатыр ма, жауап бермейді, заңға жүгінбейді. Солай қалады. Астына бір комментарий жазады, пост жауап жазады да қалады. Ал себебі біздің елде бір түсінік бар әлі. Ол мына Совет үкіметі кезінен қалған түсінік. Мына Совет үкіметі кезінде лагерлер желісі болды ғой.
түрме түсінігі болды. Жаңағы понятие дейді ғой. Иә, түрме түсінігі. Яғни бір адам арыз жазатын болса, ол қоғамда әлі солай. Ол өзінің сыйламайды оны. Иә, ол өзінің құқығын қорғап отыр деп санамайды. Ол жаңағы бір арызданып жүрген адам сияқты қабылдайды. Ол сол бұрынғы түсінік. Бізде әлі де сол бар. Қазір мысалы шет елдерде бір дұрыс емес бір әйел адамның бір пиғыл көрсеттің бе, жаңағы сексуалдық сипаттағы бір көзқарас, я болмаса бір жаңағы айтады ғой, қырындап құрттай көрш, мысалы сотқа береді. Және де ол оны өзінің құқының қорғалу бағытында қабылдайды. Жаңағыдай біздің елде адамның құқығы аяққа тапталып жатыр. Ол адамдардың өзіне байланысты. Мысалы мына армиядағы әлімжеттікте дәл осы түсінік. Жаңағы арыздаса, дедовщина деген. Одан бәрі түгел араласпай оны бір тоқылдап болады. Бөліп тастайды, оны бір қоғамның қоры сияқты қылып қояды. Ал шын мәнінде ол неге таяқ жеп, неге қорлық көріп жүру керек? Мысалы, ол арыз жазып, жаңа өзінің құқығын қорғайтын болса, оны ешкім мынау өзінің құқығын қорғап жатыр деп санамайды. Сондай деңгейде. Соның нәтижесі қанша бала қырылып жатыр мысалға. Мысалы, әлеуметтік желіде де мен жаңағы қолдаймын, егер адамдарға қатысты жала жабу, жаңағы іскерлік беделіне нұқсан келтіру, көпшіліктің алдында қорлау жасалып жатса, неге сотқа жүгінбеске? Ол мысалы неге біз адамдар өз-өздерін таптатып қойып отыру керек? Сол егер әр адам өз құқығын қорғайтын болса, жаңағы оңды солды сөйлейтіндер аяқтарын жия бастайды деп ойлаймын. Яғни барлығы өзімізге байланысты, қоғамға байланысты. Қоғамның түсінігі біртіндеп қалыптасады. Енді қазіргі жаңадан өсіп жатқан жастар кішкене өзгеше. Қазір әркім өзінің анау айта алмайсыз, бұрынғыдай емес дейсіз. Біз 90-шы жылдардағы өскен буын шығар, сол баяғыдағыдай. Баяғыда болды ғой, мысалы, мектептен таяқ жеп келсең, үйің айтпа деген сияқты. Ол мысалы сол комплекс болып бір жағынан дұрыс қой. Жаңағы мысалға осыған дейін білесіз, Бейшенбаевтың соты кезінде көп әйелдердің де үндемей үйде отырып таяқ жей бергенін білдік. Кейін Бейшенбаевтың сотынан кейін бір адам сонда өлу керек болып тұр ғой. Мысалы қарап тұрсаңыз, барлығы жаңағы жүгіріп барып айтты, бұрынғы күйеуім сауап жатыр, елшідей болды. Қоғамның санасына кәдімгідей өзгеріс әкелді. Енді әйелдер өздерін тектен-тек сауатпайды. Былайша айтқанда, солай ғой. Сондай түсінік қалыптасу керек қой. Біздерде жасырын, жабық, жаңағы ойбай мен жігіттігіме нұқсан келеді деп сен айтпауың мүмкін, ал бір күні қаза табуың мүмкін. Әрине, мысалы бір әлеуметтік желіде, осы Фейсбукта сияқты бір болашақпен шетелде оқыған жігіт жазды, пост жазды. Ол өзінің оқытушысының көлігіне мініп трассаға шығады, автотрассаға шығады да, келесі қалаға кетіп бара жатады. Сонда бір көлік жылдамдықты өрескел бұзып қастарынан өтіп кетеді. Сонда жаңа оқытушы алады да хабарлайды, осындай нөмірлі көлік міне жылдамдықты 2 есе арттырып бара жатыр деп хабарлайды. Сол кезде енді бұл біздің түсінікпен өскен адам ғой, біртүрлі болып қалдым дейді. Ұнжырғам түсіп, сол кезде жаңа оқытушы шетелдік адам қарады да, мен сені түсініп отырмын деп айтты. Сіздің елдегі түсінікпен менікі қазір не дейміз оны? Западло. Солай ғой, орысша айтқанда. Менікі қазір дұрыс емес. Жігіттікке жатпайды. Жігіттікке жатпайды. Сенің түсінігімен деп айтты дейді оқытушы. Бірақ мен мына кісіні қазір тоқтатпасам, бұл біреуді бәрі өлтіруі мүмкін, немесе өзі өлуі мүмкін. Бұл яғни қоғамға қауіп төндіріп жатыр. Мен оны айтуым керек, ол менің қоғам алдындағы міндетім деп айтты. Парыз ғой енді азаматты. Сол кезде барып мен санам төңкерілді дейді ғой. Бізде сол әлі де, мысалы, біз қоғамдық құқықты ойлап жатқан жоқ, біз тіпті өз құқымызды қазір көбінесе қорғай алмаймыз. Рахмет. Мына енді сізді көп жағдайда журналистік жұмысыңыз бөлек, мына киіктерге қатысты бір ерекше махаббатыңыз жақсы біледі жұртшылық, енді киік киелі ұғым ғой қазақта, ол да дұрыс, экологиялық мәселе. Жалпы мына киік тақырыбына неге жақынсыз, несімен қызықтырады? Суреттерді көреміз әлеуметтік желідегі, парақшаңызда бір ерекше махаббат бар киікке деген. Әлде сіз тұрған жақта бұрын киік көп пе еді? Мен өзім сол Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында дүниеге келдім. Сол қазіргі киіктің Орал популяциясының
Отаны дейсіз ғой. отаны мекендеген жері сол қазір Жәнібек ауданы. Жәнібек, Казталов, Бөкейорда, Жаңғала, осы 4 аудан киіктің өзінің ареалы, миграциясы өтетін. Енді киік мәселесін ішінен білемін мен. Біреудің айтуымен немесе бақтағы жазбалардан білетін адам емеспін. Ғылыми көзқараспен қарайсыз, Иә, бұрыннан білемін де ішінен. Сол жерде өскесін, көріп өскесін. Жаңағы олардың жаппай қырылуында кезінде бала кезімізде көзімізбен көрдік. Сондықтан үндемей отыра алмадым киік мәселесі кезінде, араласа бастадым. Себебі бұл киік мәселесінде шынайы ақпарат аз. Себебі түрлі топтардың лоббиі көп. Әркім өзінің қызығушылығын тықпалап жатыр. Мүдделер қақтығысы бұл жерде. Қалтаның қамы ма көп жағдайда? Иә. Сосын манипуляция көп. Әртүрлі адамдар, әртүрлі топ келіп халықтың санасымен ойнайды. Сол Халық сенеді соған. жаңағы ауыл шаруашылығы саласындағылар шөбімізді таптайды дейді. Мына жақ келіп жатып жаңағы тағы бір нәрсені айтады. Популяциясын бір қалыпта ұстау керек, көп көбейтіп жіберуге де болмайды дейді. Жалпы бірізділік жоқ, иә, мәселені шешу жағына қарай бағытталған. Дәл қазір біз деректі фильм түсіріп жатырмыз. Осы жақында жарияланады. Бұл деректі фильм хронометраж өте ұзақ. Оны енді екінің бір соңына шейін қарайды деп айта алмаймын, себебі сол салаға қызыққан, мәселемен бетпе-бет келген адамдар қараса жақсы. Бұл деректі фильм, мысалы, мен мақсатым, қарап шыққан адам басынан аяғына шейін бәрін түсініп шығады деп мен өзім сол мақсат қойдым. Ал енді әрине проблема бар. Киіктің саны өсті. Ол жаңағы бір кездері өсіре алмай қиналды. Қорғаудың енді құтыла алмай жатырмыз. Қорғаудың арқасында өсті. Ол 20 мың болып қалған кезде тыйым салынып, осы 23 жылға шейін мораторий қойылып, киікті атуға қорғады. Оны қорғау жолында бірнеше инспектор өлді браконьерлердің қолынан. Әлі де киікті қорғау алынып тастаса, бізде пайда күнемдер өте көп. Киікті бір сәтте жоқ қылып жібере алады. Себебі киіктің бәріне керегі мүйізі. Мүйізі қара нарықта жақсы бағаланады. Бәрінің көксеп отқан сол мүйізі. Енді фермерлерде қиындық бар. Ол қиындық фермерлердің кінәсі жоқ. Фермерлер қазір кейбір фермерлер мен киікті кейде қорғап сөйлегесін, мені бір дұшпан көретінде пайда болды. Бірақ фермерлердің кінәсі жоқ, себебі жер кезінде солай таратылып берілген, сараптама жүргізілмей берілген. Себебі ол киіктің миграциясы, қысқы орны мен жазғы орнының ортасында жүретін жері бар. Сол бұрыннан жүріп кеткен жері алтта фермерлерге үйлестіріліп берілді. Енді фермер малын бағайын десе, жерінде киік жүр. Әрине фермер талап етеді. Мынау менің жерімді тапап жатыр деп. Бірақ енді ол егін болса түсінесің. Маңдай термен өсірілген. Адал. Енді даладағы және өзінің миграция жолындағы шөпті жеді деп, тапады деп. Үкіметтен мысалы ондаған миллиард ақша сұрау маған түсініксіз. Ол миллиард ақша бөлсе, жақсы бөлсін. Бөлгенде ол бәрі киіктің мәселесі шешілмейді деп тұр. Енді немен шешеміз онда? Сол ақша одан да сол киіктің проблемасын шешуге арналса. Жаңағы сан реттеу деп жатыр ғой. Киік өндірісі деген ұғым бар. Пайдалану, дұрыс пайдалану. Етін. Оны дұрыс жолға қойылмаған. Былтыр бізде атуға рұқсат берілді. Алды да қырды. Оңды солды. 30 мың рұқсат берілді. Оған жеткізе алмады. Жақсы оның санын шектеуге кірісіп кетті, бірақ оның етінің реализациясын ешкім ойластырған жоқ. Еттің менің білуімше басында жүрген адамдардан сұхбат алғанда түсінгенім, сол киік етінің 80% утилизацияға кетті. Оның сирағы, басы, бүткіл ішкі мүшесі исраф болды. Исраф болды, далаға кетті, жойылды. Көмілді басқа. Мүйізін жинап алды да, жинап қойды, етін шығарды. Енді оны өндіретін ешкім жоқ. Етін дұрыстап халыққа дайын өнім қылып бермесе, ол жабайы аңның етін екінің бірі алып жемейді, ол түсінікті нәрсе. Оны
термообработкадан өткізіп, жаңа зерттеп, консервілеп, дұрыстап бір. Енді әрине айтып жатыр, бұл өте әлемде жоқ жануар болғасын, бұл таңсық ас ретінде экспорттауға да болар еді, дұрыстап реттесе. Бірақ әлі бірізге түспей отыр бұл мәселе. Және осы киіктің қазір фермерлерді мазалауының бірден бір себебі, бұл жаңа айтқан жер мәселесі, территориясы киіктің. Екінші мәселе ол су мәселесі. Қазір киіктің жаңа ішетін суы өте қатты проблема, оны көп ешкім айтып жатқан жоқ. Әркім өзінің мүддесін ғана қорғап жүр. Мысалы, киік бұрын мекендеген құмда су қалған жоқ. Сосын бұрынғы ішіп жүрген суына, Жәнібек, Қай, Казталов болсын, су көздерінің басының бәрінде фермер отыр. Өздеріне жетпей жатыр. Фермер қайда барады? Ол бәрі оның малына да су керек. Ал киік бұрынғы суды ішіп жүр. Енді киік қазір барып сол жерде ішейін десе, олар жаңа ұялы телефонға түсіреді де, міне үйге шейін келіп жүр дейді. Ал киіктің негізі осындай қылып санын өсіріп қорғағасын, оның жағдайында жасау керек еді, жол картасы жасап, оның территориясын есептеу керек еді. Табиғи өзінің маршруты болады. Су мәселесін шешу керек еді. Біз жаңа запрос жібердік, киіктің су мәселесін шешуге үкіметтен бір тиын да қаралмаған. Ал негізі айтылды, енді су көздерін іздедік деп. Негізі жаңа құдықтар қазып, басқа елдердің тәжірибесі бар. Жаңа құдық қазады да, оны суат дайындап қояды. Сол жерге киік жаңа мекендейді. Ол тек киік емес, барлық сол жердегі жабайы жануардың жағдайы шешіледі. Бұл кәдімгі экологиялық мәселе дейсіз ғой. Тек қана киікке қатысты емес. Енді киікке қатысты мәселе қазір күйіп тұр. Шешімі өте қиын. Неге десеңіз, бұған кәдімгі нақты жауапты бір орган жоқ. Экология министрлігі ауыл шаруашылығына сілтейді, ауыл шаруашылығы айтады, бұл жабайы жануар дейді. Ал облыстық жергілікті биліктің оған араласуға құқығы жоқ. Фермерлер айнақтан шулап митинг деп президентке үндеу жасап жатыр. Бұл мәселе өте қиын дәл қазір. Енді ғылыми көзқараспен келу керек еді негізі. Бізде әлі ғылым дұрыстап араласқан жоқ осыған. Ғылым қай салаға да дұрыс араласып жатқан жоқ екенін көріп жатырмыз. Зоология институты соңғы көп жыл бойы Батыс Қазақстанға мүлдем келген жоқ. Биыл тек қана оларға ақша бөлінген, енді араласа бастайтын шығар. Бізде көбінесе биологиялық негіздемені жергілікті университет қана дайындады. Ол енді қаншалықты дұрыс? Бұл су мамандарының жетіспеушілігі сияқты ғой, жақсы білікті, солай ғой. Енді суды қазір бөліп шығарды ғой, басқа министрлік қылып. Ертең бәлкім киікке де бір сондай бір зейін қоятын кез келген шығар. Киік мәселесі енді күйіп тұр дейсіз ғой. Күйіп тұр, оған қатты көңіл бөліп, оны бір-біріне сұрумен айналысып отырса шешілмейді. Нақты шешетін бір жұмыс тобы, органды міндеттеу керек. Әйтпесе бұл мәселе шешілмейді. Жақсы, рахмет. Енді бағдарламамызды түйіндейік. Қазір мына айтамыз ғой, қоғамда бірізділік жоқ, бір идея, бір ұлт, бір тудың астындамыз, бір президенттің алған бағытына жәрдемдесіп, елдің жағдайын жақсарту мақсатында жұмыстану керек деп ойлайтын азаматтарымыз өкінішке орай азайып келе жатыр. Жалпы осы қазақты бір идеяның астына топтастыратын күш қайдан аламыз? Неде жатыр деп ойлайсыз? Әлі де болса кеш емес қой. Біз жас мемлекетпіз. Қоғамдағы түрлі болып жатырған жағдайлар, түрлі айтамыз ғой, саяси болсын, діни болсын ағымдардың жайпап басып бара жатқандығы біздің болашағымызға үлкен қауіп төндіріп тұрған сияқты көрінеді маған. Сіздің ойыңызша қалай бас біріктіруімізге не кедергі болып жатыр әзірге? Бізде мәселе өте көп. Елде өкініштісі мәселелер тек айтылады да, нақты қажет, керек, шешілетін болды, бүйтілетін болды деген сөздермен ғана шектеліп жатырмыз. Кейінге қалдыра береміз шешімін. Қазір біз емес, мына жеткіншек балалардың өзі, балаларымызбен сөйлескенде елдің болашағы жайлы ойланады. Жас балалардың өзі қалай болады деп. Енді жаңа сіз айтып отқандай,
өзім жеке пікірім, мүмкін қате болуы да мүмкін. Адамдар, мысалы, 20 миллион адамның 20 миллион ойы бар, 20 миллион түсінігі бар. Оларды бір түсініктің, бір идеологияның астына біріктіру қиын, мүмкін емес сияқты көрінеді өзіме. Яғни бір идеологияға топтастыру қиын. Себебі жаңағы әртүрлі партиялар болатын сияқты, қоғамның әртүрлі топтары болады. Түрлі пікірлер болады. Қисыны бар, қисынсызы бар. Менің өзім ойым, енді саясаткер емеспін, саясаттанушы емеспін, бірақ бір стратегия болса деп ойлаймын өзім. Мысалы, бізде түрлі стратегиялар ойластырылды, айтылды, бірақ соңғы қорытындыланбай қалды ғой. Дұрысында 20 дедік, 30 дедік. Өзім енді күнделікті ақпаратты, жаңалықтарды оқып отырамыз ғой соңғы 15 жылда. Енді содан жасайтын қорытындым, анализім өзім бізге бір жақсы мемлекеттік, бір елдік стратегия керек сияқты. Даму жолы елдің нақты Баршаға ортақ. Нақты жоспар, Сол жоспар барлық адамның көңілінен шықса, сол жоспардың астына біріксе адамдар, міне осындай жасасақ, ел осылай болады деп, сол бір стратегияны түсініп, қабылдап, соның жолына бәрі жұмыс істейтін болса, идеология содан шығатын сияқты. Менің ойымша, бір нақты стратегиядан идеология шығатын сияқты содан. Яғни жаңағы саты-сатысымен, уақыт-уақытымен және жыл сайын қадағаланып, есебі беріліп, сөйтіп дамитын. Себебі бізде бағдарламалар көп, жаңағы 20-25 деген сияқтылар. Ал бірақ мына сала 10 жылдан кейін мынадай болып өзгереді деген нақты стратегия жоқ. Ал сондай стратегия болса ғана адамдардың болашаққа сенімі нығаяды. Сосын бір тәртіп болады. Жаңағы елжандылық содан шығады. Сосын адамдарда бір мән болады істеп жүрген жұмысында. Біз осыған жетуіміз керек деген сияқты сенім пайда болады. Сол бір мән ғой бәрін ұстап тұратын. Содан бір мән көрсе, менің мақсатым, жасап жүрген жұмысым осындай деңгейге жету деп. Содан барып, жаңағы бір тудың астына бірігу идеологиясы шығатын сияқты. Өзім пайым, біреулер келіспеуі мүмкін. Менің де пікірім соған келеді. Солай болсын деп тілейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Ең бастысы болашақ жастардың қолында деп жатады ғой. Біздерде жас деп айтуға келмесе де, бірақ енді дәл қазіргі уақытта осы ел мүддесі үшін жұмыстанатын кез келген сияқты. Сіздердің де енді жұмыстарыңыз оңай емес. Алда келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Журналистер қауымының мерекесі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сәттілік. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, қазақша контент дамысын десеңіз, біздің әлеуметтік желідегі салып жатырған сұхбаттарымызға лайк батырмасын басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Себебі дәл қазіргі уақытта қазақ қоғамында дұрыс идеологияны жүргізетін контент керек, дұрыс түсінік қалыптастыратын контент ауадай қажет. Сондықтан да бізді қолдап отырады деген сенімдеміз. Келесі кездескенше аман болайық.